Құрметті оқырман, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі әңгімеміздің басы қазақ эстрадасының жұлдызы Алмаз Кешкенбаев туралы болмақ. Алматыда 30 қаңтарда құқық қорғау органдарына ұлы курьер болып жарты күн жұмыс істейтін азаматтан Алмаз Кешкенбаевтың үстінен арыз түскен. Қазіргі уақытта полиция жағдайды тексеріп жатыр. Бұл туралы еліміздің журналистері хабарлады. Журналист Михаил Казачковтың мәліметінше 2007 жылы туған жігітке кешкі сағат 9 шамасында 3 бөтелке сыра жеткізу туралы тапсырыс түскен. Жігіт дүкенге кіріп, тауарды алып, тұтынушыға апарған. Содан кейін оғаш оқиға орын алған. 17 жастағы баланың айтуынша сыраға шамамен 40 жастағы ер адам тапсырыс берген. Ол алкогольді алып, кейін курьерге бірге ұшуды ұсынған. Оның үстіне сол кезде ер адам 11 сынып оқушысының интимдік жағынан ұстап алған. Курьер дереу үйіне барып, әкесіне бәрін айтып, құқық қорғау органдарына хабарласқан. Арызда келтірілген уәждерді тексеру аясында полиция қызметкерлері сыраға тапсырыс берген адамның пәтеріне барып, оны полиция бөлімшесіне жеткізген. Ер адамның есімі Алмаз Кешкенбаев деп жазды журналист парақшасына. Алматы қаласы полиция департаменті оқиғаға қатысты пікір білдірді. Әкесі кәмелетке толмаған ұлына тиісу фактісі бойынша арыз жазды. Қазіргі уақытта жағдай бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Барлық мән-жайды анықтау үшін Кешкенбаев полицияға жеткізілді делінген хабарламада. Арнамыздан алыстамаңыздар, жалғасы бар.